Бұл зікір деген тек қана ол субханалла, альхамдулилlah, акбармен ғана шектелмейді. Зікір деген нәрсе, және ол бір уақытқа да шектелмейді. Бір уақытпен шектелмейді. Яғни, мәселен, ана кісі аяқ киім киейін деп жатыр. Сол жерде не істеу керек ол? Зікір айту керек болады, например. Не деп? Альхамдулилlah, Аллах тағала маған осы аяқ киімді кигізіп жатқанына шүкір деген сияқты. Немесе сіз қолыңызды қимылдатып жатырсыз, анау телефон шықылап жатыр, анау сумкасын ұстап жатыр, мынау былай отыр. Осы жағдайда, осы сәтімізді Аллаға байлай алуымызды зікір дейді. Әрбір сәтті Аллаға байлап, сол нәрсені істетіп атқан Алланы әрдайым еске алып, осы маған Алла істетіп жатыр ғой деп, соған шүкірлік етіп, соны сен ұлысың, сен істеп бермесең істей алмаймын ғой деп отыруды, негізгі асыл зікір осы. Алланы көп еске алыңдар дегеннен негізгі мақсаты осы. Яғни әрдайым, әрбір сәттегі болып атқан нәрсемізді, оны маған Алла істеп беріп жатыр ғой соны. Алла, сен маған бұны істеп бермесең, мен бұны істей алмаймын ғой деп соған байланыстырып, соған өзіміздің мұқтаж екенімізді көрсетіп отыруымыз, бұл Құрандағы фазкуруллаха касирон деген зікір, көп зікір етіңдер дегеннің мағынасы сол. Дұрыс тәсбih алып зікір қылу деген нәрсе, субхана, альхамду деген нәрселерді айту, ол зікір, арнайы айтылған зікірлер. Бірақ асыл адамдағы, Құрандағы айтылған Алланы көп еске алыңдар деген нәрсе, ол тек қана тәсбih ұстаған кезде ғана еске алу емес. Жалпы, ұйқыдан тұрғаннан ұйықтағанға шейінгі уақытымыздағы әрбір сәт, әрбір момент, әрбір іс, киіну, жеу, ішу, жүру, тұру, сөйлеу, осының бәрінде Алла субхану ва тағала маған істеп беріп жатыр, Аллах тағала маған рызық қылып беріп жатыр, Аллах тағала маған жүргізіп жатыр, мені ішкізіп жатыр, отырғызып жатыр, сөйлеткізіп жатыр деп, сол нәрседе біз Аллаға мұқтаж екендігімізді білдіріп, Аллах тағалаға өзіміздің осыған шүкір деп Аллаға қарай не дейді, шүкірлігімізді білдіре алып, әрдайым есімізде ұстап тұру сол Алланы. Бұны Алланы көп зікір ету деген білдіреді. Ауырған кезде не айту керек? Ауырған кезде Аллах тағала маған шипа бер деу керек. Қараңыздар, мынандай нәрсе бар да, мысалы, альхамдулилла, Алла субхану ва тағала, сен маған осындай бір не бердің, маған бір сынақ бердің. Маған бұл берген сынағынан дұрыс өтуге әрекет, маған не бер, маған жәрдем бер. Маған бұл сынақ бердің, маған осы сынағынан дұрыс өтуге жәрдем бер, және сонымен бірге осы ауруым арқылы Аллах тағала менің күнәларымды кешір. Алла, осы ауруым арқылы мен саған өзіңе не қыл, жақындат. Сосын Аллах тағала бұл ауруыма не бер, маған шипа бер. Біз шариғаттан андай нәрсе, мәселен, менің басыма ауру келетін болса, ауырған сайын Құдайға жақын болады екен ғой деп шипа сұрамай қоюға болмайды. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырған адамға шипа сұрауға байланысты, Аллахтан шипа сұрауға байланысты дұғалар үйретті ме бізге? Үйретті. Ондай болса, бізге ауру келеді, біз ол ауруды қабылдаймыз. Яғни сол қабылдамасаң да қабылдайсың ғой, амалсыздан келеді ол дүние. Мен ауырам деп ауырмаймыз ғой өзіміз. Қаламаймыз, ауырып қаламыз. Сол кезде біздің ұстанымымыз қандай? Біріншіден, Алла, сен маған бұны сынақ үшін беріп жатсың, бұл сынақтан дұрыс өтуіме нәсіп ет. Алла, бұл ауруым арқылы, яғни бұл берген ауруымды, менің күнәларымды кешіретін дүние қыл. Алла, бұл ауруыммен мені өзіңе жақындат. Сонымен бірге, Алла, бұл ауруыма маған тарақ не бер, өзіңнің алдыңнан неңді бер, шифаңды бер. Біздің ұстанымыз сол. Ар жақ қарай ауырып жалғаса берейін, сенің ал дәрежен көтере берейін деу шариғат оған келіспейді. Шариғат оған келіспейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағыдай Құранда хадистерінде ауруға байланысты, ауруына шифа сұрағанына байланысты нелер бар? Пайғамбарымыздың Вашфи марудана, яғни ауруларымызға шифа бер деп шифа сұраған дүниесі бар. Пайғамбарымыздың өзі де шифа сұраған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі де бауырларына, сахабаларына Аллахтан не қылған? Шифа сұраған. Құран-ы Кәрімнің өзінде де мысалы әсел түсірілген әселге байланысты айтқан кезде шифа ул-линнас дейді ғой, адамдарға шифа қылып жібердік дейді. Егер де адам баласына берілген ауруға шифа сұрауға рұқсат болмағанда, Аллах әселді шифа қылып жіберді деп не қылмаушы еді? Үйретпеуші еді. Өткенде бір тозақ жайында сабақ болған кезде біреулер айтып жатыр, сен үрейлеп, қорқытып, адам бәрін үркіте бересің деп айтады да, ал біреу айтады, ұстаз зор кетті, тағы да айтыңызшы дейді мәселен. Бұл адамның иманына байланысты. Иманның дәрежесіне байланысты уағыздарды қабылдай алып, қабылдай алмау оған адам не болады? Айтылған уағызды қабылдай алу, қабылдай алмау ол адамның иманына байланысты болады. Иманы мықты дәрежеге көтеріле берген сайын, ол қанша ауыр сөздер оған ләззат беретін бола бастайды. Иманы жеңілде әлсірей берген адамға ауыр сөздерің оған таяқ сияқты тие бастайды оған ше. Көтере алмай қалады. Сол жамағатта айтамын да мен,
Biz musulmonmiz deb жүрміз қазір. Иә, дұрыс. Alhamdulillah biz la ilaha illallah Muhammad rasulullah musulmon deb жүрміз ғой. Бірақ Құранда Алла субханала тағала мұсылмандардың қандай болатындығын айтқан ба Құранда? Айтқан. Ана мұсылманшылық әсте-әсте деген сөз бар ғой. Ол деген сөз мұсылманшылық әсте-әсте деген сөз намаз кейін оқи салам ғой, оразан кейін сөз салам ғой деген нәрсе емес. Мұсылманшылық әсте-әсте деген сөз намазға, оразаға, зекетке түк қатысы жоқ. Өйткені намазды, оразаны, зекетті нәрселерді істемей, ол не бола алмайды, ол мүлде, ол мұсылман бола алмай қалу қаупі бар оның. Ал мұсылман болып болғаннан кейінгі оның мұсылманшылығы әсте-әсте көтерілуі осы мәселелерге байланысты. Яғни оның иманының үлкейіп, иманда уровендері дәрежесі көтерілуге байланысты айтылған. Бізде мұсылманшылық әсте-әсте десе, енді қазір арақ ішіп жүрміз, кейін жайлап тастап кетеміз ғой, не болмаса намаз бастамаған кейін бастап кетеміз ғой, мұсылманшылық әсте-әсте ғой деп айтқан ғой, деп айтады ғой. Көке, ол мұсылманшылық әсте-әсте деген сөз, ол олай емес. Мұсылман болып ал бірінші, сосын одан кейін сенің мұсылманшылығың әсте-әсте не қыла береді? Дами береді. Сенің иманың күшейіп, сен жақсы адамға қарай не қыла бересің? Пайғамбарға қарай жақындай бересің. Сол мұсылманшылық әсте-әсте деген нәрсе. Намаз оқымай тұр, әсте-әсте ғой, кейін оқимын деген сөзге жатпайды ол ше. Осы біз әлім жақтан бері мұсылманмыз дейді. Адам баласы пайда болғаннан бері ме? Жақсы. Әл-мисақ деген сөздің мағынасы, мисақ деген арабшада уәде берілген күн деген, уақыт деген білдіреді. Кезінде Адам алейхиссаламды Алла жаратқан кезде Адам алейхиссаламның ұрпақтарының бәрін Алла субханала тағала шығарып, Алла тағала Адам алейхиссалам белін ұрпақтарының бәрін шығарып, соларға мен сендердің Раббыларың емеспін бе дегенде, олар бәлә, иә сен біздің Раббымызсың деп уәде берген күн бар, әл-мисақ деген. Барлық рухтың, барлық жанның Аллах тағаланың Құдай екендігін мойындаған күнді. Сол әл-мисақ деп аталады. Әл-мисақтан бері мұсылманмын деген сөз, бұл өмірге келген әрбір момын мұсылман, әрбір бұл өмірге келген рух, бұл өмірге келген жан, бұл өмірге келген сәби, сол кезде не қылған? Аллах тағаланы мойындап, оған уәде берген. Сол үшін де әрбір дүниеге келген сәби, мұсылман болып дүниеге келеді дегеннің мағынасы, әрбір дүниеге келген сәби Аллах тағалаға серік қосудан және Алланы Құдай деп мойындамаудан пәк болып дүниеге келеді деген мағына береді. Түсінікті ме? Яғни мұсылман болып деген нәрсе біздің кәдімгі ла иляха илля Мұхаммад расулуллах мұсылман болып деп айтылмайды. Бірақ бұл дүниеге келген кезде Аллах тағалаға серік қосудан және Алланы Құдай емес деуден пәк болып, Құдайын мойындаған бейнеде, кейіпте дүниеге келеді деген мағынаны білдіреді. Кейін соны оның әке-шешесі не насрани қылып тәрбиелейді, не болмаса туған туысқандар, не болмаса мұсылман қылып тәрбиелейді, ар жаққа қарай. Бірақ дегенмен әрбір адамға Аллах субханала тағала өмірінде өзінің хақ дініне келуге не береді? Мүмкіншіліктер береді. Егер де мүмкіншілік бермесе, қияметте оны сұрамайды. Бірақ мүмкіншілік берсе, қияметте оны не қылады? Сұрайды. Ал енді рух туралы, рух мысалы бізге дейін бар ғой, сол жаңа әл-мисақ деп жатырмыз ғой, сол кезде жаратып қойған рух деп айтады. Дұрыс па? Сонда ертең мысалы мен әлі туылмаған мысалы бар ғой, немере шөберелерімнің рухтары қазір бар ма сонда? Иә, олардың бәрі жаратылған ғой. Тұр. Сіз рух деген нәрсені қазір маған бір зат сияқты ойлап жатсыз да қазірше. Сол үшін Аллах тағала Құранда айтады, сенен рух жайында сұрайды дейді. Сол кезде оларға айт, Аллах тағала адам баласына рух жайында мағлұматы өте аз берген, оның білімі Алланың алдында деп айт деп пайғамбарымыз айтқан екен Аллах тағала. Өйткені ол біз ойлайтындай жаңағындай бір физикалық нәрсе ма, биологиялық нәрсе ма, ұстал етіп көретін, искеп көретін, түртіп көретін нәрсе. Айтқан кезде бізге берілмеген, жоқ, біздің ақылымыз жетпейді деуге келмейді. Бірақ ондай білім жоқ бізде. Ақылымыз ондай біліммен айналыспаған әлі. Жетпейді біздің ақылымыз.